Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен молочный девушка тортын жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға 2 сгущенкамызды саламыз. Барлық қосатын қоспаларымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Мен осы 3 желанияның сгущенкасын пайдаланамын. Енді осының үстіне бөлме температурасында прям еріп тұрған сары майымызды саламыз. Мен 2 торт жасаймын. Сондықтан мөлшерін кішкене көбірек қылып салам. Если сіздер бір ғана торт жасайтын болсаңыздар, 1 сгущенка и осы сары майдың тек жартысын ғана қосып, 2 жұмыртқа қосып істесеңіздер болады. Не осылай жақсылап сары майымыз бен сгущенкамызды араластырып аламыз. Оның үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, тоже жақсылап араластырып аламыз. Енді аз мөлшерден сала отырып миксерлейміз. Егер видео ұнап жатқан болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Комментарий қалдырыңыздар. Міне осылайынан бөліп әдемі тесто жасап аламыз. Өте оңай жасалу, көп затта кетпейді. Міне тестамыз дайын болды, осылай шығу керек. Енді формамызды дайындаймыз. 22-лік формада пісіремін. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қойсақ болады. Міне осылайынан мен формамды жасап алам. Енді осыларға 2 қасықтан 3 қасықтан сала отырып, қамырымызды тегістеп жайып аламыз. Қамырлар пеште өте тез піседі. Не оңай жайылады. Дәмі деген өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Не осылайынан жайып алдым, енді осыны 2-3 минуттан пісіріп аламын. Не дайын корждарым. Енді кремін дайындаймыз. Крем-чиз дайындаймын. Менде арнайы видеосы бар. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып, оның үстіне аз-аздан сливкемізді құйып, бір келгі қою масса болғанша араластырып кремімізді дайындап аламыз. Бұған кез келген крем бара береді. Барлық кремді жасап көрсеңіздер болады. Қаймақты крем де болады, заварной крем де болады. Бірақ өзіме осы крем ұнайды, сол үшін осы креммен жасаймын. Кремім дайын болып қалды.
әдемі крем шықты. Енді қорждарым жаны тегіс болу үшін мен осылай кольцомен тегістеп кесіп аламын. Жан жағы әдемі көріну үшін. Олай істеу міндетті емес. Міне қалған крошкаларды мен үгітіп сәндейтін боламын жан жағын. Корждар пергамент қағаздан оңай алынады, жабыспайды. Жұмсақ болып тұрады, қатты қалмайды. Кольцода жинаймын. Сіздер кольцода емес, былай жинай берсеңіздер де болады. Міне осылайынан корждарымызды жинап аламыз. Міне осылайынан кремімізді жағып, бетін пищевоймен жауып, 1-2 сағатқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Мен олай салмай, сразу сыртын сәндей беремін. 1-2 сағатқа салсаңыздар, торттарыңыз биік болып, әдемі болып көтеріледі. Корждың өзінен қалған қалдықтардан мен үгітіп, сыртына солармен сәндейтін болам сыртын. Сіздер өз қалауларыңызша сәндей берсеңіздер болады. Видео ұнады деген ойдамын. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Тағы да жақсы видеолар салатын боламын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, міне осылай шықты. Сау болыңыздар.